Достар, видео басталмас бұрын сіздерге мен өзім жеке 1xbet приложениесі жайлы айтайын. Егер кімде-кім арамызда спортқа, немесе басқа да бір салаларға, киберспорт деген сияқты салаларға ставка қоюға қызығатын болса, онда 1xbet приложениесі жайлы сіздерге айтайын. Яғни смартфонға жазып аласыздар, төмендегі сілтеме бойынша. Және тіркелген кезде Аскербек промокодын терсеңіздер, сіздерге қосымша пайыздар қосылады, және соны қолдансаңыздар өзіңізге нұр үстіне нұр болады. Маған мұнда пайдасы жоқ, тек барлығы сіздер үшін. Сол үшін сол қосымшаны жазып алыңыздар, көріңіздер. Азарт нәрсе, азарт ойынды шектен асыруға болмайды. Так что өздеріңізді тоқтата біліңіздер. Ал біз әрі қарай видеоны бастаймыз. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. And this is very, very important. Sometimes the bomb might explode without any warning, without any warning, without any warning. Шамамен 60 мың жыл бұрын біздің бабаларымыз әрі қарай даму үшін Африка материгінен солтүстікке қарай ығыса бастады. Қазір көріп отырғанымыздай барлық жақсы шүкір өмір сүруге болады, бірақ Қазақстанда емес. Осынша аз уақыттың ішінде біз цивилизацияны осынша деңгейден көтеріп тастадық. Негізінен адамдардың жолы болғыш, өйткені адамзаттың жойылып кетуіне сәл қалған сәттер тарихта өте көп болған. 1883 жылы 12 тамызда мексикандық астроном Жозе Банилла күнді бақылау барысында күннің бетіне ұшып өткен НЛО-ны көреді. Бұл құбылыс 2 күн бойы жалғасып, Банилла 447 нысанда тіркеуге үлгереді. Бұл не болған олар өздері түсінбей қалады. Басында оны шыбын-шіркей, немесе құстар, немесе тіпті шаңның өзі болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ зерттеулер жүргізіп, 2001 жылы мақала шығып, сонда олардың барлығы жермен соқтығысуға аз қалған кометалардың қалдықтары екені жазылған. 2006 жылы осы кометалардың қалдықтары жерге өте жақын арақашықта өткен. Олардың диаметрі 50-ден 1000 километрге дейін барады. Сол жылы осы кометалар жерден бірнеше мың километр арақашықта өткен. Сол қалдықтардың біреуі біздің жерімізге тигенде құрбандардың саны кем дегенде миллионнан басталушы еді. Ал егер барлығы немесе көп бөлігі тигенде, онда бүкіл әлемдік апокалипсис деп айтуға болады. 1908 жылы 30 маусымда сағат таңғы 7-де Сібір тайгасында өте үлкен жарылыс болған. Эпицентрден 65 километрдегі кісінің айтуы бойынша жарылыс өте үлкен болған соншалық аспан екіге қақайылып бүкіл орман отқа оранды. Сол сәтте қатты ыстық болғаны соншалық шыдап тұру мүмкін емес еді. Үстімдегі көйлегім өртеніп бара жатқандай. Bir сәтте аспан қап-қара болып кетті. Өте қатты жарылыстың дауысы естіліп, мені бірнеше мезерге лақтырып жіберді. 20 жылдан кейін жарылыс орнына алғаш экспедиция жасап мынандай кадрларды түсіреді. Кадр анық емес, бірақ деректерге сенсек, 2000 шаршы километр орман, 80 миллион ағаш өртеніп кеткен. Көпшіліктің нұсқау бойынша ол жерге алып астероид құлаған. Симуляцияда көрсетілгендей, ол жерге бірнеше километр жетпей жарылған. Бұл жарылысты әлемдегі ең алып қалалардың бірі Нью-Йоркқа салатын болсақ, қиратушы күшті түсіну оңайырақ болады. Бұны айту қиын болады. Тунгускаға құлаған зат қалаға құласа, мысалға Нью-Йоркқа құлаған жағдайда бізде 7 миллион адам қаза табар еді. Нью-Йорктың халқы қандай болса да, олар бәрі өлетін еді. 1945 жылы Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін ақш Жапонияға 2 ядролық бомбасын тастайды. Хиросима және Нагасаки. Бұл әрекетпен олар Ұлы Отан соғысын драматичный қылып аяқтағысы келді. Және сонымен бірге бұлар бүкіл әлемдік ядролық соғыстың басын бастады деп айтуға болады. 1960 жылдың қазан айының басында Гренландияда ядролық қаруларды бақылауға алатын жүйе іске қосылады. Яғни бұл жүйемен ядролық қаруды кім және қайда іске қосқанын біліп отыруға болады.
Мысалға, КСРО Америкаға шабуыл жасаған жағдайда Гренландиядан Колорадоға 5-ші дәрежелі қауіп-қатер сигналы жіберіледі. 5-ші қазан күні таблодағы сан 0-ден 1-ге өзгереді, яғни бұл қауіпсіз әрі белгісіз нысан радарға түскен. Бірақ бұл жедел дабыл қағуға себеп емес. Бірақ біраздан соң таблодағы сан 5-ге дейін көтеріледі. Ал бұл қауіп-қатердің ең жоғарғы деңгейі және континент аралық баллистикалық ракета 20 минут ішінде Америкаға соққы береді. Жедел жоғарғы қолбасшылыққа хабар жетіп, барлығында паника басталады. Бірақ сәлден соң барлығы уф деп сабырға келеді, себебі сол уақыттағы кеңес үкіметтің лидері Никита Хрущев Америкада еді. Гренландиядағы база КСРО-ның соққы беру жайлы ақпараты жалған екенін мойындады. Олар шығыстан көтерілген айды кеңес үкіметтің ракетасы деп қабылдаған. 1961 жылы таңертең 24 қаңтарда Американдағы 2 сутек бомбаларын тасыған Б-52 ұшағы солтүстік Каролина штатында тегіс алаңда апатқа ұшырайды. Сол уақыттағы ресми дерек көздеріне сенсек, алаңдағы ешқандай себеп болмаған, барлығы жақсы делінген. Сонымен қоса ядролық жарылыс немесе радиацияның ешқандай қаупі болмаған. Бірақ кейіннен 2013 жылы интернетке ашық доступқа салынған құжаттарды оқысақ, онда бір бомбаның жарылуына сәл қалған. Егер 3-8 мегатонналық бомба жарылып және желде бір қалыпта болған жағдайда жарылыс Вашингтон, Филадельфия, тіпті Нью-Йоркқа да жетуі мүмкін еді. 1962 жылы Америка мен Кеңес одағының қарым-қатынасы одан әрі шиеленісіп, олар бір-бірін өлтіруге сәл қалды. Оқиғаның қысқаша мазмұны мынадай. Америка КСРО-ға жақын жерде өз ракеталарын орнатады, конкретно Турцияға. Ал КСРО жауап ретінде ракеталарын Америкаға жақын қояды, конкретно Кубаға. Осы кезде Америка бомбаға толтырған ракеталарды тым жақын орнатқаны үшін КСРО-ға өз наразылығын білдіреді. Сол үшін КСРО тағы да ракеталар әкелмеу үшін Кубаны блокадаға алады. Және сол кезде олар кеңестік сүңгуір қайығын байқап қалады. Америка әскері олармен жаймен сөйлескісі келеді. Сигнал бергісі келіп, бірнеше қуаты аздау жарылғыш заттарын тастайды. Қайықтың капитаны оны шабуыл ретінде қабылдап, ядролық жарылғыш қолдануына бұйрық береді. Бірақ аға офицердің бірі оны асығыстық жасамай Москвадан бұйрық күту керек екендігіне көндіреді. И олар дәл солай жасайды және апокалипсис кейінге қалады. 1967 жылдың 23 мамырында Америка құрама штаттарындағы барлық ядролық қаруды бақылауға алатын жүйелер істен шығып қалады. Енді сонымен бірге барлық байланыс қызметтері жұмыс істемей қалады. Әдеттегідей бірден бұл Кеңес одағының шабуыл ретінде қабылданады. Және олар да жоғарыдан шабуылға бұйрық алып өз ұшақтарын көтереді. Бірақ сол кезде 2 жыл бұрын НАСА күнге бақылау жүргізетін бастаған. Және сол сәтте олар бұл құбылыс әлем бойынша бақыланып жатқанын хабарлайды. Жүйелердің істен шығуына себеп болған сол күні күннен шыққан геомагниттік толқын жерге соққы беріп, әлем бойынша байланыс жүйелері істен шығып қалған. Сол күннен 2 жыл бұрын күнге бақылауды бастамағанда халықаралық бұл проблеманы ешкім түсіне алмас еді. Осылайша 3-ші дүниежүзілік соғыста аман қалдық. 1983 жыл 26 қыркүйек Америка құрама штаттарының ұшақтары КСРО-ны арандату үшін шекарасында қасақана жақын ұшатын еді. 1983 жыл 26 қыркүйекте Москвадағы басқару центрі қауіп-қатер дабылына оянады. Континент аралық баллистикалық ракета ақш-тан КСРО-ға бағытталғанын байқайды. Ереже бойынша КСРО-ға қандай да ядролық қару бағытталса, жауап ретінде ядролық бомбаларды жіберу еді. Бұл шешімге жауапты болған Станислав Петров. Ол Москваға хабарлап барлығын баяндау керек еді. Сәлден соң тағы да 4 ракета бағытталса да, Петров ережеге кері жүріп жауап ретінде соққы қайтармады. Ол бұнда бір гәп бар екенін түсінеді. Себебі егер Америка Кеңес одағына соққы жасайын десе, онда ол жүздеген зымырандарды қолданушы еді деген оймен күдіктеніп ешқандай әрекет жасамады. Оның ешқандай дәлелі болмағандықтан қол қусырып бос отырудан жақсыға сенуден басқа амал болмады. Кейіннен белгілі болғандай, бұл жалған дабыл. Кейінгі зерттеулер бойынша биікте орналасқан бұлттар күн сәулесінен шағылысып осындай нәтиже берген. Егер естеріңізде болса, 2012 жылдың желтоқсан айында ақырзаман болады деген жаңалық бүкіл әлем бойынша тез тарап кеткен еді. Тіпті адамдар сол кезде үйлерінде отырып, май шамдарын дайындап та отырған. 2012 жылы 23 шілдеде біз әрең дегенде апокалипсистен аман қалдық. Оған себеп болған
күннен геомагниттік толқынның атқылауы. Егер ол біздің жерге тиген жағдайда, ол барлық электр құрылғыларды істен шығарады. Бірақ біздің жер толқын атқылағанда басқа жерде болған. Бірақ күн айналғандықтан осы геомагниттік толқын 9 күн бұрын атқылағанда бізге дәл тиюші еді. Егер жерді осындай жағдайда десек, онда біздің қайта қалпымызға келу үшін кем дегенде 10 жыл керек. Барлық спутниктерді ауыстыруға тура келетін еді. Жаһандық электр тоғының проблемасын шешу үшін апта, айлар, тіпті жылдар керек. Тек қана электр тоғы мен сонымен бірге медицина, байланыс, әскери, қаржы және тағы да басқа қызмет көрсететін салалар, соның барлығы көптеген зардап шегетін еді. Осыдан бөлек біз тәуелді болған көптеген жүйелер бар. Ол өзіңізі тоқ көзінің жүйелері, интернет және әлеуметтік желілер, осының барлығы бізді өзіне тәуелді қылып алды, және сонсыз біз бір күнімізді қазір елестете алмаймыз. Мен 100%-ға сенімдемін. Осы видеода айтылғаннан бөлек те өте көп бізді өміріміз қыл үстінде тұрған жағдайлар өте көп болған. Мен осыған 100% сенемін. Даже 101%-ға сенемін. Сол үшін әлемде біздің планетамызда бейбітшілік болсын, әрдайым үйлерімізде, отбасымызда тыныштық болсын, соғыс болмасын деген оймен осы видеоны мен шығардым. Видео сіздерге ұнады деген ойдам, өйткені сценарий жазу жағынан осы видео маған ең қиындау болғаны. Сол үшін видеоны бағалаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егер сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басқа каналға тіркеліп отырыңыздар. Алда тағы да қызықты видеолар шығады. Мен осы каналдан каналды тастаған жоқпын, тек қолым тимей жүр. Сол үшін түсінесіздер деп ойлаймын. Сіздердің болғанымен Аскербек әрдайым өзін дамыта жүр. Әзірше осы. Пока.